Ассалаумалейкум баршаңызға. Біздер қазір Үшаралдың ішіндегі Аша дейтін өзектің қасында тұр. Бұл өзек сонау 2018 жылға дейін жалпы өзінің жұмысын жасап келген. Жалпы бұл өзек Совет одағының кезінден бастап бар. Бұл жалпы балықтың көбейетін жері, яғни раздельный дом, инкубатор. Мынаған жаңағы су кіреді, бұның бастауы осы үш өзектен, Үшаралдан ары қарай басталады, келеді мына жақтан шығып кетеді. Бұнда ағыс өте қатты болмайды, жай болады. Бұған жаңағы балықтар кіреді, уылдырықтарын шашады, сөйтіп жаңағы көбейіп, осының ішінден балықтар өсіп өніп, ары қарай жайыққа шығып кетеді. Енді қазір міне көріңіздер, 2018-де бұл бітеліп қалған. Содан бері міне қараңыз, қандай тайыздап қалған, не балық шығып кете алмайды, салдарынан балықтар қырылып қалып жатыр. Мынау алдыңғы жылы қыста осының ішінен көптеген балықтар мұзға қатып, шіріп өлді осының ішінен. Енді қараңыз, ана жерде шалшық су қалып қойған, оның өзінің ішінде де балықтар бар. Бұл жалпы қазылу керек негізгі. Бұл баяғыда Совет одағы кезінде де қазылып тұрған өзектер. Енді қазір міне қараусыз қалған өзек. Бұның ішінде балықтар өсіп өніп көбею керек еді. Тек қана осы көктемде ағыс болған кезде келді су. Ары қарай уже тайыз тарылып қалды. Салдарынан не? Салдарынан көлшіктерде балықтар қалып қойды. Бұл жалпы Совет одағы кезінде жаңа қарттардың айтуы бойынша жасалған дейді. Мынау жаңағы инкубатор, балықтар көбейетін жері. Енді осы өзекті мынау Үшарал өзегіне келіп қосу керек болып тұр. Азғантай жер. Бұл енді үндеу болсын. Мынау жалпы балықты көбейтеміз дейміз, бірақ көбейткеннен көрі балықтың өзі қырылып жатқаны көп. Сол себепті мынаны бір шамалы 2 километр жер бар енді, қазатын жері. Осыны қазып, осы жерге қосып жіберсек керемет болар еді. Жалпы мынау қазір мына жерге шейін келіп тұр, мына жерден шыға алмайды. Енді осыны үндеу болсын. Су ресурстар басқармасы, ауыл шаруашылық министрі және де балық қорғау инспекторы сіздерге үндеу болсын. Мына Үшаралдың қасындағы өзекті қазып өз деңгейіне жеткізу керек. Әйтпесе бұл болмайды. Анаң іште қырғын балықтар бостан босқа өліп қырылып жатыр. Міне көріңіз, мынау ауызы шамалы жер қалып тұр. Бұл баяғыдан негізгі өзі жұмысын атқарып жатқан өзек өзінің. Балықтар көбейіп өсіп өніп. Мына жерге шейін келіп бітеліп қалған ғой мынаның бәрі. Міне, мынау бастауы. Аша, мынау Үшарал өзек, мынау Ашаны өзектің бастауы міне. Бұл балықшылардың айтуы бойынша бұның ішінде Атырауға кірген шортанның 80-90% осының ішінде болған екен. Бұрын. Бұның ішінде тек қана шортан емес, ақмарқа, сыла, жайрех, сазан, ең бірінші, бірақ вобыл кіретін болған. Вобыл мынаның ішінде дейтін өте көп болған, өте көп. Енді қараңыз, міне асты көрініп жатыр, тайыз. Мынау небәрі ары қарай 2,5 километр болады. Бұл кәдімгі естественно, бұл инкубатор, раздельный дом, былайша айтқанда, бұл жерде балық икра шашып өзі көбейетін жері мынау. Қараңыз. Бұны баяғыда салып кеткен. Енді қараңыз, мынау қазір бітеліп жатыр. Ешқандай ешкім қазбаған. Ешкім де көңіл бөлмейді. Балық шаруасы балықты көбейтеміз дейміз. Жоқ. Міне. Бостан босқа бітеліп, балшық болып, астына тұнып. Бір өзек ақыры өз жұмысын тоқтатып жатыр да